Галаны танисыздар ма? Гала. Танымайтындар болса айтайын, бірақ бәріңіз танып жатқансыз. Гала ол менің күйеуімнің досы, менің жауым. Сол Гала бізге үйге енді бойдағы жігіт, үнемі келіп тұрады. Біз енді үйде жүрген кезде өзім дәмді тамақ жасасам шақырып тұрам. Көшен бойдақ қойбағыз. Дәмді тамақ жейсінші, бір қолдың тамағын деп ше. Соны шақырам үйге. Соны үйге келіп тамағын ішіп алды. Ол да бәле ғой, тамақ ішіп алғаннан кейін шығарады да мынадай әңгімені. Тура кетіп бара жатты. Пайди Жансая, Дикоға мұрагер керек. Ол туып бер дейді. Қалай ол? Дикоға мұрагер керек дейтіндей, ақиық ақын ба? Халық қаһарманы ма еді? Жоқ әлде мұрагерлікке тастап кететін мен білмейтін байлығы бар ма? Соны айтты да, Гала спокойно бүйтіп кетіп қалды бүйтші. Бірақ ол Диконың ойына зерно тастап кетіп тұр ғой. Содан кейін Дико ұйқыға жатарда қиялдай бастады. Мә, Жансай, пойди екіншісін жоспарлай беру керек, как раз еще ол болса, деп қояды. Мен айттым, Дико, сен жоспарды қоя тұршы, бірақ қандай бала болса да бәрібір емес пе? Мысалы, мен қыз болсын, ұл болсын, екеуін бірдей жақсы көрем десем. Жоқ, жақсы көресің ғой. Бірақ сонда да деген басталды да. Мен айттым, ал жарайды, Дико, екіншісіне аяғым ауыр делік. Ол дегеніміз біз жуырда 4-еу боламыз. Сен қазір жұмыс істеп жатсаң, сәйкесінше одан бірнеше есе жұмыс жасауың керек, көбірек ақша келуің керек үйге десем, енді Құдайдың бергенін табамыз ғой дейді. Мен тұрдым да, біз де Құдайдың берген туамыз ғой, в чем проблема дедім.